Менің қолымда 18 кітап. Бір жылда 18 кітап оқу аз ба, көп пе? Қалай ойлайсыз? Мінекей, бізде жыл соңында келіп жетті, иә? Көбінесе жылдың соңында біз келер жылға бір мақсаттар қоямыз, иә? Және көп жағдайда мақсаттардың ішінде кітап оқу деген кішкентай пунктик болса да ол міндетті түрде болады. Дегенмен көп жағдайда жылдың басында біз осы жылы біз 50 кітап оқимыз, немесе 100 кітап оқимыз деген секілді мақсаттар қойып жатамыз. Дегенмен өкінішке орай, жылдың соңында осы жыл қанша кітап оқыдыңыз? Көп жағдайда бір 3-4 кітап санынан қатты аса алмай жатамыз, иә? Дегенмен, мына 18 кітапты бір жылда оп-оңай бітірудің жолы бар. Біз көбіне кітаптарды қалай оқимыз? Уақыт болғанда, иә, немесе бір аптасына 2-3 рет, бір рет күткенде, немесе өзімізді алып жүргенде, иә. Яғни біз біркелкі, бір қалыпты тұрақты емес, бір тип ұстап, иә, сөйтіп оқимыз. Бірақ егер сіздер бір отырғанда, бір 40-50 бет оқығаннан гөрі, күнделікті 15 бет қана оқыңызшы. Не көп емес, не аз емес. 15 бет. Енді оны 365-ке көбейтіңіз. Бір жылда 5475 бет шығады, иә? 5475-ті енді орташа есеппен бір кітап 300 беттен тұрады десек, бұл 18 кітап. Қарап отырсаңыздар, осындай 18 кітапты күнделікті 15 бет кітап оқу арқылы ғана бір жылда осындай бір көрсеткішке жетуге болады. Ал 18 кітап дегеніміз, бұл 18 адаммен сырласу, 18 адамның өмірлік тәжірибесін өзімізге қабылдау, үйрену. Қарап отырсаңыздар, айтады ғой, тамшы бір орынды, бір қалыпты тұрақты түрде тамып отыратын болса, ол тасты да жарады деп, иә. Тура сол сияқты оқу ол ешқандай да қиын емес. Небәрі 15 бет күнделікті оқыңыз, бір жылда осыншама кітап оқитын боласыз. Сіздермен болған мен, Назерке, алдыңғы пайдалы видеоларда көріскенше.